Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, ұстаздар, өндіріс шеберлері, студенттер. Қонақтар жобасы аясында өңірдің үздік спортшыларымен кездесуімізге қош келдіңіздер. Жезқазған технология және сервис колледжінің дене шынықтыру пән мұғалімі Сейтмағамбетов Нұрбекке сөз беріледі. Тағы да қайырлы күн, құрметті әріптестер, студенттер. Жаңа айтып кеткендей, қонақ дәрісі жобасында біз Жезқазған қаласының бетке ұстар қазіргі таңда бокстан бапкері Талипов туралы мырзаны шақырғанбыз, және сол кісімен қатар осы бапкердің екі шәкірті Сұлтанбай Нұрбол мен Қоңырбай Темірланды шақырғанбыз. Талипов туралы мырза жалпы осы Жезқазған қаламызда 15 жылдан аса бапкерлік қызмет атқарып келе жатыр бокстан. Бокстың шәкірттері Қазақстан Республикасының чемпиондары, Қазақстан Республикасының спорт шеберлері, спорт шеберлігіне үміткер деген біраз шәкірттері бар. Жақсы нәтиже көрсетіп келе жатқан бапкер қазіргі таңда. Енді жалпы бірінші сөзді осы Талипов туралы мырзаға берсек, бұл кісі жаңа осы боксқа жалпы қалай келді, қанша жасынан келді, қандай жарыстарға шықты, сосын бапкерлік жолға қалай келді, осы бапкерлік жолда қандай жаңа қызықтары бар, қиыншылықтары бар, соны шамал бізге айтып кетсе. Талипов туралы мырза, сөз сізге беріледі. Ассаламалейкум, Нұреке. Уағалейкум. Естіліп тұр ма, Нұреке? Естіліп тұр, жақсы, айта беріңіз. Саламатсыз ба, құрметті оқушылар, студенттер, ұстаздар. Енді осы зумға шақырғаныңызға тоже өте қуаныштымыз. Енді өзіңіз айтқандай, Нұреке, бұл өзім енді жас кезінен сол өзім спорттан бастадық қой, боксты бастадық. Бокста қатты нелер көрсетпесек та, сосын оқу осы Жезқазған қаласының 8-ші мектеп гимназиясын оқу бітіріп, аман есен жоғарғы оқу орнына түсіп, өзіміздің Жезуға негізі Таукенге түскем. Таукен инженерлік оқуын жоғары білімін бітіріп, одан кейін екінші жоғары білімім осы дене шынықтыру пәні болды. Енді Таукенді бітіргенімен өзім өмір бойы спортта болғаннан кейін осы спорт жолын өзі таңдадым, бапкерлік. Осы 2006-тан бастап осы бапкерлік жолда келемін. 15 жылдан асып бара жатыр уже. Сол аралықта мысалы қаншама көптеген спорт шеберіне үміткерлер дайындадық. Оның ішінде айта берсек көп қоймын бәрі. Қайсар Қажымағамбетов, Бақыт Қаныш, Қанат Қаныш деген Ергеш Оразхан көп балалар айта берсек. Соның ішінде осы міне Сұлтанбай Нұрбол мен Қоңырбай Темірлан маған 9-10 жасынан бастап келді. Содан бері мысалы әлі ересектер арасында орысша айтқанда по мужикам дейді ғой. Сол әлі сол неде өнер көрсетіп жүр. Екеуі де Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан Республикасының жеңімпаздары, Азия чемпионатына қатысқан Сұлтанбай Нұрбол деген. Осы Сұлтанбай Нұрбол осы жақында кәсіпқой боксқа ауысып, WBO және WBC тұжырымы бойынша жастар арасында Азия чемпионы атанды. Кәсіпқой бокстан. Жақсы. Тағы да мен мына жерде келген екі қонағымыз, спортшыларымыз, жаңағы бапкер айтып кеткендей, Сұлтанбай Нұрбол Қазақстан Республикасының спорт шебері, бокстан жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионы, Азия чемпионатына қатысушы, кәсіпқой бокстағы WBO және WBC тұжырымдары бойынша жастар арасында Азия чемпионы. Осындай біздің қаламызда өте жоғары нәтиже көрсетіп жүрген боксшылар бар екен. Енді жалпы Нұрбол бауырым, сіз өзіңіз
өзіңіз жайлы осы жаңағы боксқа қалай келдіңіз, жалпы спортқа қалай келдіңіз, бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз керемет болар еді. Сөз сізде. Ассалаумағалейкум, құрметті студенттер, мұғалімдер, ұстаздар. Мен осы жылға 9-10 жасымда атам алып келген болатын. Кішкентайымнан өзі бокс үйірмесіне жақын болғандықтан, икем келгендіктен атама ертіп алып келген болатын. Сол жастан бастап осы Тұрал ағайымның қолында дайындалдым, тәрбие алдық. Көптеген бір 13-15 жасқа дейін енді ойын ретінде көрдік бокс үйірмесін. Содан кейін результат шыға бастағаннан кейін барлығын серьезно қабылдап, жақсылап дайындала бастадық. Еңбек еттік, жеңіске жеттік. Тұрал ағайымызға рахмет. Жақсы, керемет. Рахмет, Нұрбол бауырым. Келесі біздің қонағымыз Қоңырбай Темірлан, бокстан Қазақстан Республикасының спорт шебері, 1999 жылы туылған, жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионы, кәсіпқой боксқа ауысқан, осы бір жылдай болды, бір жылдың шамасында 4 кездесу өткізді кәсіпқой бокста. Соның екеуінде жеңіске жетіп, екеуінен де өкінішке орай ұтылып қалды. Жалпы тағы да бұл жігіт туралы тағы бір ақпарат. Бұл спортшымыз біздің колледжде оқыған Алшын деген бауырымыз бар, Дүкенбаев Алшын. Сол Алшынның туған бауыры. Енді мына жерде өндіріс шеберлері көріп отыр, білетін шығар. Енді Темірлан мырза, сізге тағы да сөз кезегі. Жаңағы Нұрбол бауырымыз сияқты бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз, боксқа қалай келдіңіз, кім әкелді, жалпы тренеріңізге жаңағы тілектеріңіз болса айтып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум. Мен боксқа 5-ші сыныпта келгем. Оған себепкер болған менің ағам десек болады. Өйткені мен ағам Тұрал ағайда өзі дайындалған басында. Енді барлығы боксер болмайды, боксқа барған шамалы уақыттан кейін қойып кеткеннен кейін, мен өзім ары қарата сол ағамнан қалған перчатки киімдерін қолданып өзім барып жүріп, сол уже 10 жылдай болып қалды, 10 жылдан асып кетті, даже 11-12 жылдай болып қалды. Әлі сол боксқа барып жүрік. Ол боксқа дейін мен бірнеше спорт түрлеріне барғам, атап өтсек күреске, домбыраға да барғам. Енді өзімнің орнын тапқанша барлық спорт түрлерін көрдім. Сол бокстан өз орнымды таптым деп ойлаймын. Керемет. Жақсы, рахмет Темірлан. Жалпы енді балаларда мына жерде мұғалімдер отыр, өндіріс шеберлері отыр, студенттер отыр. Жалпы сұрақтар болып жатса, Гүлназ мұғалім сұрақтар қоямыз ба? Бапкерге, спортшыларға. Нұрбек, өте дұрыс айтып жатсыз. Құрметті студенттер, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген, сосын спортқа деген қызығушылықтарыңыз болса, немесе спортты бастай алмай жүрген студенттер болса, араларыңызда сұрақ қойыңыздар. Бізде мына жерде балалар отыр ғой. Бапкерге жалпы бірінші бапкерімізден бастайық. Тұрал мырзаға сұрақ болса, балаларда. Тұрал мырза, сіз осы бапкерлік жолда жүрсіз, мысалы енді 20 жылдай жуық уақыт болып қапты енді. Мысалы осы жолға келіп, енді сіз қаншама шәкірт тәрбиелеп жатсыз. Енді сіз енді мысалы өзіңіздің бапкерлік бір мақсатыңыз, сіздің шәкірттеріңіз ең жаңағы үлкен дәрежеге қандай дәреже жеткенін қалайсыз? Жалпы алдыңызда үлкен мақсат, ең үлкен мақсат қандай? Бұндай сұрақ болып тұр. Извините, пожалуйста, а можно на русском теперь? Қалай болады, Гүлназ мұғалім? Алло, я говорю, можно на русском теперь, пожалуйста? Так, Марсель, да? Марсель, я задаю вопрос тренеру. Он работает тренером по боксу уже более 15 лет. Я задаю ему вопрос. Какая ваша самая большая цель в воспитании ваших учеников?
вы хотите, ну, кем вы хотели, чтобы они стали чемпионом мира или чемпионом Олимпиады, или чемпионом по профессиональному боксу? Вот такой мы вопрос задали. Сұрағыңызға жауап бере беріңіз. Все, понял. Жақсы, сұрағыңыз өте түсінікті. Жақсы сұрақ. Енді бұл бапкер саласында жүргеннен кейін, конечно, әр бапкер өз спортшысын үлкен биіктерден көруге армандайды. Негізі үлкен биік шың, әлем чемпионаты, осы Олимпиада шыңын бағындыру, енді Азия чемпионаты. Негізі түпкі мақсат Олимпиада шыңы ғой, енді Олимпиада шыңын бағындырып, Қазақстанның көк туын желбіретіп, әнұранын мысалы тыңдатсақ, неге ол жезқазғаннан мысалы сондай адам әлі шықпады ғой, мысалы Олимпиадаға барған. Енді білесіздер, 96 жылы ол кезде Жезқазған облысы болды. Балқаш қаласынан Василий Жиров деген ең тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасы ең алғашқы Олимпиада чемпионы осы Василий Жиров Жезқазған облысынан шыққан, Балқаш қаласынан. Білесіздер. Енді сол нені, енді осы Жезқазған қаласынан шақсақ деген бәріміз мақсат алдымызда, арман дейді. Армансыз болмайды ғой, армансыз мақсат та болмайды. Енді бапкерлік бізде штаттар тоже жақсы қазір. Жас бапкерлер келіп жатыр, өте дарынды. Құдай қаласа Олимпиада шыннан көреміз деген ойда. Бірақ білесіз, Нұреке, қаншама оқушылар келіп жатыр, бізге кетіп жатыр. Мастер спорта орындайды, кандидат мастер спорта орындайды көбісі. Бірақ енді Олимпиада екінің бірінен келе бермейді ғой, Нұреке. Қиын ол. Ол Олимпиада әлем чемпионы болмаса да, әйтеуір өмірде үлкен адам, үлкен адамгершілік бар адам деп соны тәрбиелеуге біз негізі соған жұмыс істейміз да. Жалпы сіз енді айтып отырсыз ғой, енді ол Олимпиада чемпионы, әлем чемпионы болмаса да, енді біздің бірінші мақсатымыз осы азамат тәрбиелеу деп айтып отырсыз ғой. Азамат тәрбиелеу, елі сүйетін дегендей. Дұрыс айтасыз, керемет. Böyle hapse ilginç aslında bulunmanın şahtaya. Так, енді балаларда бізде сұрақ болса, мына жерде жаңағы балалар сұрақ қоямыз деп айтып жатқан кеше осы кездесуде. Сәлеметсіз, мен сұрақ қояйын деп. Жақсы, рахмет, Байжан. Мен технология және сервис колледжінің бірінші студентімін. Әуесқой бокс пен кәсіпқой бокстың қандай айырмашылығы бар екен? Бұл енді біздің спортшыларымыз. Спортшыларға. Темірлан, жауап бере бересің бе? Әлбетте, ол бокс түрі бір болғанымен көп айырмашылық бар. Даже дайындықта уже басқаша дайындалу керек кәсіпқой боксқа. Ударларда жоқтың болады, және салмақтарда разница болады. Уже килограмм разница, килограммен салмақ көбейеді да, салмақтың версиялар. Енді айырмашылық көп, бірақ кәсіпқой деп өзі атайды тұр, кәсіпқой бокста шығу үшін сен өзің кәсіпқой өзі профессионал болу керексің, ол бокспен айналысу үшін. Ал любитель аты любитель деп айтып тұр ғой, өзінің атында айтып тұр, жауап беріп тұр десем болады. Енді сіз айтып тұрсыз ғой, жаңағы нагрузкалар көбейеді, енді жаңағы любительский бокстың нагрузкалары жақсы ғой, енді бірақ енді кәсіпқой бокста одан да 2-3 есе көп деп солай дұрыс түсініп тұрсыз. Мысалы, бір күнде 24 сағат болса, егер де чемпион боламын десеңіз, бір 10 сағатын тренировкамен өтеді ғой, кәсіпқойда. Керемет жауап, рахмет. Енді Нұрбол бауырымыз жауап беріп кетсе осы сұраққа. Әуесқой бокс пен кәсіпқой бокстың қандай айырмашылығын сезіндіңіз дейді біздің оқушылар қойып отыр сұрақ. Әуесқой бокста 3 раунд қой, кәсіпқой бокста 6 раундтан жоғары қарай. Ақтөсе 12 раундқа дейін барады, сол себепті 2 есе дайындалу керек. Әуесқой бокстан әлде қайда
жоғары деңгейі. Енді екі спортшымызға сұрақ. Сіздер міне осы спорт жолында жүрсіздер. Енді қаншама жыл болды. Енді осы жолда сіздердің ең үлкен қандай дәреже жеткізгіңіз келеді? Жаңағы любительский бокста шығасыздар ма, немесе кәсіпқой бокс таңдадыңыздар ма? Мен айта берейін да. Айта беріңіз. Енді әр спортшының арманы сол қазақтың көк туын желбірету ғой. Сол менің де арманым мұхиттың арғы жағындағы елдерге барып, қазағымыздың көк туын желбіретіп, мен өзім кәсіпқой боксшы болғандықтан барлық тұжырым бойынша барлық поястарды алуға тырысамын әрине. Мақсатым айқын, еңбектеніп жатыр сол жолда. Сол енді мақсатым сол. Енді сіз айттыңыз ғой, жаңағы кәсіпқой бокста шығып, жаңағы біздің жаңағы Геннадий Головкин сияқты, Қанат Исламдар сияқты үлкен поястарға ие болсам десеңіз, сондай мақсат. Әрине. Әрине. Головкин. Сұрақ қойға бола ма? Қоя беріңіз. Осы бокстан баланы қай жастан бастап беруге болады? Бапкеріңіз. Саламатсыз ба? Енді өзім бапкер болғаннан кейін, конечно, біз балаларды, кішкентай балаларды 9-10 жастан бастап қабылдаймыз. Одан төмен балаларды, мысалы 7 жастағы балдар келіп жатады бізге, 5 жастағы, 6 жастағы балдар келеді. Біз оларды өкінішке орай қабылдамаймыз, бірақ басқа жаққа андай развивающий еді ғой, андай футболға, баскетболға жібереміз, кішкене бойлары өссін, жүгірсін деген сияқты. А так негізгі жекпе-жек түрі осы бокс. Біздің бокстан 9-10 жастан бастап қабылдаймыз. Сол. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Можно, пожалуйста, вопрос? Можно, Марсель. А каким, вы же занимаетесь боксом, чем вы питаетесь? У вас же, у боксера должна быть специальная еда, нет? Просто, они же не будут же есть, допустим, вредные продукты, они же едят только здоровую пищу. Правильно. Это вопрос ученикам, да, спортсменам? Вообще. Конечно, здесь питаться они чем попало не будут же, к тому же надо прекращать, вот, например, газированную колу, газированная же вода, колу, фанту, всякие вот чипсы, вот эти донеры, они там специально будут там, например, завтрак, обед, как положено, там первый, второй, компот, фрукты, вот такие вот. Вот, например, скажу, все любители колы, например, колы газированные же, фанта, спрайт, а там от него вреда очень много. А там кальций просто уходят, кальций слабеют, и кости у человека слабеют, здесь же. Понятно, спасибо большое. Нурбол Султанбай вот сейчас выходит на профессиональном ринге, он боксер-профессионал, ему дают там какие витамины, каждый день витамины дают, уколы, системы, постоянно у него там. И большинство фрукты там, овощи там. И там калорийные мясо, казы-карта обязательно по-казахски, и кумыс, конечно. Все, спасибо большое за то, что ответили. Керемет, рахмет. Тағы да студенттерде сұрақтар болып жатса, қоя беріңіздер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А вот сколько нужно девочкам заниматься спортом, именно вот боксом? Не для того, чтобы чемпионом, там стать, а вот просто хотя бы для себя. Для себя? Для самообороны, да. Конечно, в любом возрасте можно девушке заниматься. Нет, сколько времени это займет, сколько времени? Месяц-два это, конечно, очень мало же. Надо этим видом спорта заниматься, когда
и года, короче, надо. Жақсы, керемет. Это не только за 2 месяца или 3 месяца пойдешь и научишься. Год, 2 года, может, 3 года. Хорошо. Спасибо. У нас вот одна девушка вот стала, вот, ей 15 лет, она тоже занимается боксом. Это с 12 лет, уже 3 года. Она стала чемпионом Казахстана, вот, например, сейчас. Мастер спорта стала сейчас по боксу. Сіздің айтып отырғаныңыз Адишева Анита. Адишева Анита. Өзіміздің Кеңгірден шыққан қарапайым қыз, осы жақында Қазақстан Республикасының чемпионы болып келді жарыстан. Енді ол қыз сіздерге енді пример дейді ғой, орысша айтқанда, қарапайым мысал, жай ғана бір ауылдан жүріп Қазақстан Республикасының чемпионы болып жатыр. Енді сондықтан жаңағы балаларға енді спортпен айналысқан дұрыс қой. Сацита керемет сұрақ, рахмет сізге. Тағы да сұрақтар болса? Можно еще один вопрос, пожалуйста? Можно. А вот смотрите, допустим, вот вы, допустим, научили, да, ученика, допустим, когда вы поставите его, допустим, в соревнованиях, допустим, на турнире, допустим, ну вот когда он уже достигнет этой точки, чтобы он уже мог посоревноваться с кем-то уже за какое-то призовое место? Ну, когда время придет, тогда и пусть. Ну, если только так, то да ладно. Бапкер, бұл сізге сұрақ қойдым, жаңағы бала сұрап отыр, жаңағы қанша уақытта жарысқа шыға алады дейді, жаңағы қатысқан бала. Қанша уақытта? Жарысқа шығуға болады дейді. Вопрос ясен. Вот, например, сказал же, вот берем мы на тренировку, берем с 10 лет на тренировку, например. И мы будем смотреть, ну, на соревнования через 2 года тогда будем выпускать. А если он, допустим, за 2 года не научится ничему? Ау. А если он, допустим, за 2 года ничему не научится, тогда что делать? Почему не научится? А мы будем стараться, что он научился. За 2 года он должен научиться, тем более он с 10 лет. Знаете, есть такие одаренные люди, которые... Он ребенок, у него хватка будет по-любому, видишь же? Ну да, правильно. В принципе. Спасибо, Марсель, за вопрос. Қоя беріңіз. Сұрағым мырза, сіздің қанша шәкіртіңіз бар қазіргі? Шәкірт енді қолмен санасақ, атымен санасақ, негізі шәкірттерім Құдайға шүкір көп, жетеді бәрі қасы. Көп негізі, 30-дан асады, негізі. Бітіріп кеткендер бар, осы біздің осы 15 жылда қайда біраз шәкірттер дайындап тұрдық қой негізі. Мақтанған емес, бірақ шәкірттер көп әлі. Саламатсыздар ма, мен сұрақ қойыншы. Кез келген жекпе-жектің барысында жаңағы спортшыларыңыз жарақаттанып қалады ғой, сол кезде қандай көмек көрсетесіздер сіздер? Енді бокста, конечно, бокс бұл спорт түрі, жарақат көп болады бокста. Енді біз оның енді алдын аламыз ғой, конечно, бәрі ойда, рингке шыққанда секундант болып, біздің қолымызда бәрі вазелин болады, анау нелер болады, өзінің адамдары болады, бәрі тұрады да, дайын тұрады бәрі. Мұрны қанаса, сразу мұрнын қанын нелап қояды. Сондай, бұл бапкерлік, Құдайға шүкір, тәжірибелер бар. Жақсы, рахмет. Тағы бір сұрақ қойыншы, егер жаңағы спортшыларыңыз жеңіліп қалған жағдайда бір стресске, депрессияға түсіп жатқан кездері кездесті ма өз тәжірибеңізде? Енді, конечно, бапкер болғаннан кейін андай шешуші нелер болады, айқастар, жекпе-жек түрлері. Енді содан жеңіліп қалса, конечно, андай депрессия, кішкене андай уайымдайсың, стресс болады ғой, енді адам болғаннан кейін. Бірақ көбінесе осы менің балаларым мақтанған емес,
андай атақ андай шешуші айқастарда енді жеңімпаз болып отыр да енді. А так ондайлар болады ғой. Тренер болғаннан кейін, адам болғаннан кейін стресс, уайымдайсың. Бірақ бұйырған нәрсе кетпейді арында. Жақсы, рахмет. Жеңісті күндеріңіз көп бола берсін осындай. Можно еще последний вопрос? Хорошо, Марсель, задавай. Скажите, пожалуйста, а бокс это искусство? Конечно. Марсель, да, тебя зовут? Да, Бокс да, это, бокс это, конечно, это не драка, не уличная драка. Бокс это искусство. Это же не ММА, не UFC. А там да, уже надо обманывать. Там. Это очень искусство. Это, чтобы понять, ты должен прийти на секцию бокса и посмотреть. Марсель. Спасибо большое вам за ответ. Все хорошо. Жақсы. Тағы да сұрақтар бар ма екен балаларда? Менде бар сұрақ. Қоя беріңіз. Шәкірттеріңіздің қандай жетістікке жеткенін қалайсыз? Жаңағы бұл сұрақ қойылған сияқты негізі Нұреке, бірақ тағы айта кетейік. Бапкер болғаннан кейін енді қарындас бұл өз шәкірттеріміз үшін біз кәдімгідей уайымдаймыз. Шәкірттеріміз үлкен белестерге жеткенін қалаймыз. Әлем чемпионы. Айттым ғой, әр спортшының ең арманы, биік арманы ол олимп шыңын бағындыру. Одан кейін кәсіпқой боксқа ауысып, мынау біздің қарағандылық Геннадий Головкин сияқты үлкен кәсіпқой бокста үлкен жетістіктерге әлем чемпионы болуға сондай армандайды. Атак біз спортымен, бірақ өмірімен деген сияқты біз бұл балаларды өмірде өз орын табатындай үлкен азамат ретінде. Абайдың сөзі бар ғой, сен де бір кірпіш дүниеге кетігің тап бар қалам деген сияқты. Өз өмірінде, осы өмірде кірпіш сияқты қаланып кеткенін қалаймыз да, үлкен азамат болып. Керемет, рахмет. Жалпы қонаққа бүгін қатысушылар, мен айтып кетейін, шамалы конференциямыз қазір уақыт азайып қалыпты. Мен сіздерге екінші сілтеме жіберген, қазір уақыты азайып қалды. Екінші сілтемеге кіреміз, шамалдан кейін уақыт бітеді. Тағы да сіздерге бір 3-4 сұрағымыз бар еді. Енді шамалы уақыттарыңызды алсақ кешірім өтінеміз. Соны ескертіп қойып жатқанмын. Тағы да сұрақтар бар ма балаларда? У меня есть вопрос. Все ли ваши ученики, да, как называете их, хотят стать каким-то чемпионом, или есть те, которые для самообороны только для себя, то есть? Да, очень хороший вопрос. Статьи-то, да? Конечно, каждый боксер, если приходит на секцию бокса, не только бокса, хотя карате, Нурбек знает, на борьбу, они, если приходят на секцию, они мечтают, конечно, стать хорошими чемпионами, поднять флаг народа, вот так. А есть, да, есть тоже встречаются, которые родители, пацаны приходят и говорят, хотя бы для себя, пускай занимается, говорят. Есть такие, да, встречаются. Понятно, спасибо. Қойып кетейін. Жалпы Нұрбол Темірлан, мысалы кәсіпқой спортшының, мысалы жай адамнан қандай айырмашылығы бар? Оның күн тәртібі, режимі қандай болу керек? Мысалы енді ол түсінікті кәсіпқой спортшы болғаннан кейін ол әрқашанда жаттығуда жүреді, өзінің спорттық формасын сақтап жүру керек. Енді ол кісі міндетті түрде әрине ол түске дейін ұйықтап жата алмайды деген сияқты, сондай қандай бір айырмашылықтар бар? Жалпы осы кәсіпқой спортшының күн тәртібі, режимі сіздер білесіздер қандай болу керек жалпы? Соны айтып кетсеңіздер. Енді әлбетте спортпен кәсіпқой айналысқаннан кейін ол бала уақытылы ұйықтап, уақытылы тұрып, күнделікті өзінің күн тәртібі болу керек. Енді өтірік жасырмай ақ қояйын, енді ондай
всегда бола бермейді. Енді өз басымда слабостьтар болады. Көп жүріп болған кездер сонда кеш ұйықтап, кеш тұрады. Бірақ кәсіпқой айналысқаннан кейін міндетті түрде күн тәртіп болу керек. Или жарыс жақындағанда белгілі бір ай солай чисто күн тәртібімен жүріп, жақсы дайындалса, жарыста жақсы нәтиже болады. Ол күн тәртібі спортшыға үлкен көмек береді. Рахмет, Темірлан. Нұрбол бауырымыз жауап беріп кетсе осы сұраққа. Жаңа Темірлан бауырым айтқанына толықтай келісемін. Оның айтары жоқ, сол Темірлан келісемін толықтай. Жастар айтып отырсыздар ғой, мысалы, постоянно режим ұстап жүру, постоянно күн тәртібін ұстап жүру қиын. Мысалы, сіздер жаңағы жарысқа, мысалы, бір өте үлкен жарысқа бір ай қалғанда кәдімгі режимға кіресіздер. Солай да? Бір ай емес, 2 ай ба? 2 ай шамасында. Өзі 2 ай бұрын басталады ғой дайындық бойға деген. Сол ақырында режим дұрыстайсыз сол бойға. Жақсы, бұл енді бұл күн тәртібі үйде жүргенде ғой, сіздер қаламызда болғанда өзіміздің ауылда. Ал сіздер мысалы басқа жаққа шығып, оқу жаттығу жиындарында болғанда сіздерде қандай күн тәртібі болады? Нешеде тұрасыздар, нешеде ұйықтайсыздар, қандай тамақ ішесіздер, нешеде тамақ ішесіз, нешеде соны айтып кетсеңіздер. Бұл күнде 4 мезгіл айта бер. Айта бер. Сол күнде 4 мезгіл питание, проживание өздері сол жақта, азанғы 7:30 построение, сосын келіп тренировка жасаймыз, обед, потом түстен кейін бір 2 сағаттай демалып аламыз, кешке тағы да тренировка, сосын келіп ужин, сосын доп питание 9:30-да, содан кейін уже 10-11-ге қарай ұйықтаймыз ғой. Күніне 2 мезгіл тренировка ғой сборларда. Тағы бір сұрақ. Сіздер мысалы енді Майк Тайсонды білеміз ғой, барлығымыз. Енді ол кісі айтады жаңағы, мен басқа боксшылардан айырмашылығым, мен 4-те тұрып жаңағы жүгіретін дейді күнде таңертең. Енді сіздерде жалпы тәжірибеде сондай болды ма? Таңғы 4-5-те тұрып жүгіру деген сияқты сондай айтып кетсеңіздер бір-екі ауыз сөз. Әрине, таңғы 4 емес 3-те жүгіруге болмайды. Темірланда? Ондай жиі болады деп айтпаймын. Ну, андай болады, ондай моменттер. Өзімен өзі мотивация ашылып, маған дайындалу керек деген сияқты ой болады да. Ол көбінесе жаз уақытында, күн жылы кезде, қыста таңғы 4-те ешкім жүгіреді деп ойламаймын мен, біздің суықта. Енді жаздың кезінде сондай болады. Күн шықпай тұрып жүгірген. Өзі жазда күн ерте шығады ғой. Сол 4-тің кезінде жүгірсе ол жақсы болады. Рахмет. Балаларда тағы да сұрақтар болса, бапкерге, спортшыларға қойып отырыңыздар. Оқушылар. Мұғалімдерде сұрақ болса. Жақсы, онда сұрақ болмаса, біз басқа сұрақ қоя берейік. Жалпы спортшыларға сұрақ, сіздер мысалы өзіміздің Геннадий Головкин сияқты, Қанат Исламдар сияқты шетелге шығып жаттығасыздар ма, сондай жоспар бар ма? Әлде осы өзіміздің елімізде, өзіміздің мысалы қаламызда жаттығасыздар ма? Сондай қандай жоспарларыңыз бар? Соны айтып кетсеңіздер. Енді бізде осы жақында ғана біздің промотерлық компания виза жасатып жатқан болатын. Алдағы уақытта жоспарлар бар, шетелге барып жаттығу жасауға жалпы. Саламатсыздар ма? Есімім Мереке, әдіскер боламын осы колледжде. Мынандай бір сұрақ бар сіздерге. Енді қазір сіздерді біздің 14, 15, 16 жасар студенттеріміз тыңдап отыр. Олар мүмкін бұрын барған шығар спорт секцияларына, бармаған шығар. Енді осы қазір өздерінің жастарына сәйкес сондай секцияларға барса бола ма, әлде кеш болып қала ма? 14-15 шақ деген енді пісіп келе жатқан жас балаларға, оларға қазір қатысса
наоборот, желаниялары бешеный болады да. Ал негізгі кішкентай балаларды қанша жастан спортқа беруге болады? Мына жерде қазір мұғалімдер отыр, кішкентай балалары бар. Ана тренеріміз айтып кеткендей 9-10 жас шамасынан бастап беруге болады жалпы. Қатып қалмай жүріп сағай. Жақсы, рахмет. Тағы да бір сұрақ спортшыларға. Сіздердің мысалы ата-аналарыңыздың, жақындарыңыздың жалпы осы спорт жолында жүргендеріңізге қандай көзқарастары қандай? Мысалы айтады ғой, жаңағы енді көбісі спортшы болған қаламайды, қазіргі таңда көбісі жаңағы юрист болады, біреу жаңағы банкир болады деген сияқты, біреу жаңағы кәсіпкер болады. Енді жаңағы халықта сондай түсінік қалыптасып қалған, жаңағы спортшылар жаңағы дұрыс ақша таба алмайды, жаңағы ертең мысалы семьясын асырай алмайды деген сияқты. Енді осы жолда сіздерге ата-аналарыңыз қандай көзқарасы, соны айтып кетсеңіздер. Ешқандай қарсылық білдірген жоқ, өзімді кішкентай кезімде атам алып келгендіктен, үйдің үлкені атамыз, үйдің төресі атамыз, сол кісінің айтқаны болады, барлығы поддержкада, үйдегілерден барлығы болды. Ақша бокста жоқ деген өте дұрыс емес нәрсе, нағыз ақша ол бокста, яғни кәсіпқой бокста. Сол айтарым. Темірлан, жауап беріп кетсеңіз. Менің отбасымда ондай спортқа деген қарсылық ешкім танытпады. Наоборот, маған әрқашанда қолдау көрсетіп демеу береді. Сен енді болады тренировкаға барғың келмей шаршап тұрған кездерде, сонда наоборот. Жоқ, сен тұр тренировкаға бар деп тренировкаға өздері жібереді. Барынша дайындал дейді, ерінбе дейді, жас кезінде. Өздері қолдау береді тренировкаға баруға. Тағы да сұрақтар бар ма екен оқушыларымызда? У меня такой вопрос. А сколько раз вы тренируетесь в неделю? В неделю 5 раза. У нас только выходной в четверг, банный день, и футбол, и выходной в воскресенье отдыхаем. А так каждый день тренировка. А это не переутомляет учеников ваших, типа, то, что 5 дней в неделю? Усталость Нет, нормально. спокойнее? Нет. Понятно, спасибо. Жақсы. Тағы да сұрақтар болса, қойып отырсақ. Бапкерге онда бір сұрақ қойып кетейінші, егер сұрақ болмаса. Жалпы Тұрал мырза, сіз қазіргі таңда бізде Қазақстан Республикасында бокстың дамуы туралы жаңағы не айтасыз? Оны айтып кетсеңіз. Қалай дамып жатыр осы бокс түрі? Нұреке, Қазақстан, осы жалпы айтсақ, Қазақстан Республикасында бокс енді әрқайсысын білетін шығарсыздар, отырған ұстаздар, студенттер. Бұл бокс номер бірінші спорт түрі деп есептейміз өзіміз Қазақстан Республикасында. Өйткені әр олимпиада ойындарында осы бокстан ғана осы алтын береді. Өздеріңіз білесіздер. 96 жылы мысалы Василий Жиров болса, 2000 жылы Сиднейда Бекзат Саттарханов пен Ермахан Ибраимов ағамыз 2 алтынды берді. 2004 жылы Афинада өткен олимпиадада Бақтияр Артаев ағамыз алтын берді. 2008 жылы Пекинде өткен олимпиадада Бақыт Сәрсекбаев ағамыз алтын берді. 2012 жылы өзіміздің осы Қарағандылық Абайдан болады Серік Сәпиев ағамыз тоже алтын берді. 2016-та Риода Данияр Елеусинов алтын берді. Каждый сайын алтыннан обязательно алтын алып отыр да. Енді 2020 жылы міне жаман ауруға байланысты
Токио Олимпиадасы міне 2021 жылы осы жылы өтеді Аллаға қаласа. Жаз айында, шілде айында өтеді. Енді алтыннан тоже үміт күтіп отырмыз. Қазақстан Республикасында жалпы айтсақ, бокс спорт түрі өте қарқынды дамуда. Өте жастар көп келіп жатқан, талантты жастар анау-мынау емес, жақсы. Солай бапкерлік ұжым да бізде өте жақсы. Өзіміздің осы Геннадий Головкин дайындаған ғалым Кенжебаев ағамыз қарағандылық. Қазір Қазақстан Республикасының бас бапкері. Жақсы, рахмет. Енді Алла қаласа 2021 жылда бізде Олимпиада чемпионы ғана емес, бокстан Олимпиада чемпиондары шығады деген үміттеміз. Әумин. Тағы да сұрақтар болса, мұғалімдерге. Сіздерге айтуға болады ма екен? Естілмей Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, оқытушылар, өндіріс шеберлері. Сонымен қатар бізге мынау қонаққа келіп отырған спортшылар қауымы, сіздерге мінекей үлкен рахмет. Оның ішінде мен айта кетейін деп едім. Менің мынау жерлестім, туған бөлемнің баласы Қоңырбай Темірлан отыр. Мен өте сондай қуаныштымын. Жаңа осы Темірлан айтып өткендей, осы кішкентай қана Жезқазған қаласының, оның ішінде Ұлытау ауданы, Шембер ауылының жаңағындай үлкен сондай бір атағын шығарып, сондай биік шыңдардан көрсеткім келеді дейді. Мен сол кезде өте қуанышты болдым. Темірланға осындай спорт жолында үлкен белестерден көріне беруіне тілектеспін. Сонымен қатар мына жерде Туралы Талепович жаңағы бапкері отыр. Сізге де алғысымыз шексіз. Осы қатысып отырған спортшы Темірлан мен жаңағы Нұрболға спорт жолында үлкен жаңағы олимпиада шыңдарынан бағындыра беруіне шын жүректен тілектеспіз. Өте жақсы. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет сізге. Көп рахмет. Рахмет, мұғалім. Рахмет, үлкен рахмет. Тағы да мұғалімдер сұрақтарыңыз болса, немесе айтар осы спортшыларымызға деген тілектеріңіз болса, сіздерге алғысым. Сәлематсыздар ма, құрметті оқытушылар, оқушылар, студенттер, сосын және де жаңа келіп отқан қонақтарымыз. Сіздерге мынандай сұрақ. Қай бір жылда неше негізі финансовый поддержка бола ма акимат жақтан, или қай жақтан болады екен сіздерге финансовая поддержка? Негізі бола ма, не вообще? Сосын болашақта біздің балаларымыздың нәтижесі қалай болады екен? Өсе келе, например, үлкен спортқа деген. Или ол балалардың өздерінің қалай что-то, по их возможности, по их настроению, или вы будете их подтягивать дальше, чтобы в мировые аренды вышли наши студенты? Қазақша жеткізе алмай отырмын ойымды, енді кешіресіздер. Жақсы, сұрағыңыз өте орынды. Жаңағы бірінші айтып отырсыз, финансовый жағынан деп. Қазіргі таңда енді финанс жағынан, мысалы, біз спорт басқармасына қараймыз ғой, неге Қарағанды облысының управлениеге дейді ғой, управлениеге қараймыз. Біздің жергілікті акимат та бар. Ол жағынан қазір финанс жағынан ешқандай не жоқ, қиыншылық жоқ деп айтуға болады. Егер балаңыз кәдімгідей жақсы болса, ол жалғыз маған емес қой, бұл Жезқазғанға керек адамдар, балалар. Қазіргі жағынан айта кетейін қысқаша, енді финанс жағынан ешқандай қиыншылық жоқ. Және де жаңа екінші сұрақ, бала енді біз бұлар спортқа келгеннен кейін, біз бұларды кәдімгідей үлкен әлем чемпионы, олимпиада чемпионы қылуға сондай план құрып дайындаймыз бұларды. Сондай олимпиада, үлкен чемпионат Қазақстанды ұту керек деп, ары қарай Азия, мир дейді ғой, олимпиада ойыны деп, ондайға. Ондай бар, ата-аналар
біз былай ойлаймыз, ал кейбір ата-аналар 11 класстан кейін жақсы балалар болады, өте дарынды, күшті балалар. Ата-аналар андай спорт жағын қаламайды да, басқа жаққа, мысалы, военныйға түсіреді, көбісі КВШ дейді, или басқа оқу орындарына түсіреді. Сондай ойларын, енді ол ата-анаға қарсы біз келмейміз. Дұрыс қой, аха. Дарынды, ал кейбір балалар болады, өзі спортты таңдайды бірыңғай. Ол спорт ертең 11 бітіреді, осы каргуға түседі, или біздің ЖЭЗУ-да бар, физкультурный бар, соған түседі. Ондай. Қарай спорт, өз өмірін спортпен байланыстырамын дегендер тоже мысалы көп, мысалы. Көп отыздар. Ал так, қазір болашақта біздің залда, енді Шестойда, өзіміздің зал Шестойда, Шестой микрорайон Матадордың қасында, енді бала қазір енді толық бізде. Өте көп кішкентай балалар қазір келіп жатыр, 10 жастан бастап, оқушылар келіп жатыр. Өйткені қазір көп балалар отырады дейді, соткада отырады, күні бойы. Қазір сотка деген білесіз ғой, бәле болып. Енді өзіміздің балалар болғаннан кейін тоже түсінесің, ол отырады дейді, соткада баса алмайды соткадан. Сосын олар да айтып береді, мынаны тәрбиеленіші, мынаны не қылыңызшы, а то соткадан бас көтермейді, несін не қылмайды деп. Сосын біз оларды енді тәрбиелейміз, құдайға қолдан келгенше. Футбол ойнатамыз, кішкентайынан бастап. Не қыламыз, жақсы. Неше жастан бастап и қай жасқа дейін сіздер тәрбиелейсіздер? От какого возраста? 9-10 жастан бастап қолдаймыз балаларды, кішкентай балаларды. Сосын өз карьерасын бітіргенше дейін тәрбиелейміз ғой, құдайға шүкір. Не болса да енді жан-жақты қарап отырсаңыз, енді сіздердің еңбектеріңіз зор деп ойлаймын өз басым негізі. Өйткені өзімді кезінде спортсменка болғам. Қазір де қоймаймыз енді. Бірақ дегенмен ата-аналарға дұрыс мынандай мәлімет беріп деген сияқты. Өйткені спорт деген ол негізі өмірдің несі ғой енді, басы ғой былай қарап отырсаң. Мы же говорим, в здоровом теле здоровый дух деп орыстарда негізі сөйтіп айтады. Сол, сіздердің еңбектеріңіз зор. Мен сіздерді қолдаймын, қай жағынан болса да. Даже сіздерді, например, 9-10 жастан бастап тәрбиелейміз деп жатсыздар. Сосын ары қарай 11 бітіргеннен кейін бала өзі білет дегендей. Соның өзінде, если жаңағындай басқа физкультурныйға түспесе де, басқа военный жағына түссе де, сіздердің жаңағындай дене нелері, қалай чет, спортивное телосложение, это ваша заслуга, потому что там они нормативы сдают, потом президентские нормативы сдают. Соның бәрін өту үшін ол үлкен негізі еңбек қой, а ол еңбек сіздердің арқасында келіп жатыр деп ойлаймын өзім негізі. Өйткені тренировка есть тренировка, это режим, это как кәдімгідей не, мынандай, қалай чет, тренировка енді мынандай. Жүгірісті бар, оның ішінде отжимания да бар, да? Так же? Сондай нелер. У вас же есть же в этом, в ваших планах? Өте дұрыс айтасыз сіз. Өйткені біздің көп оқушылар, мысалы, 11 бітірді, военныйға түсті. Қазір бізден де, мысалы, олар үзілісті үзген жоқ қой. Қарапатына звондайды, ағай, сізге рахмет. Ол кісі өте көп көмектесті деген сияқты. Қазір көбісі бітіреді, КВШ-ға түседі, военныйға түседі, бокс көп көмектестіреді, мысалы, армиядағы барып келді жігіттер көбісі. Иә, соны айтам, армияға да барғанда да өте көп көмек ол. Мен ойлаймын, біздің балаларға рахмет негізі, соны бәрін түсініп, сіздерге рахметін білдіртіп атқан балаларға өте мен ризамын. Түсінгендеріне соның бәрін, бойларына алғаны соны. Сіздерге болашақта енді үлкен биіктерден көріне беріңіздер. Балаларыңыз сіздердің тәрбиелеп жатқан ертең чемпионат Қазақстана, Жезқазған қаласына атын шығарып жатса, Қарағанды облысын, Ұлытау болсын, Жанарқа болсын, мейлі қай жақ болсын. Жақсы болсын балалар. Сіздерге көп рахмет. Бүгін сіздермен ақа кездесіп қоштасып жатқанымызға үлкен, мен ойлаймын, мынандай
пример нашим ребятам, которые там, наши студенты, которые видят. И я призываю, чтобы все занимались спортом. Рахмет. Рахмет, бізде де мынау колледжіміздің әкімшілігінің атынан сіздерге көп алғысымызды айтамыз. Осындай онлайн кездесу өткізуге сіздер атсалысып, кездесім бергендеріңізге, бізбен кездесіп, студенттерімізге ақылды айтып, кеңестеріңізді бергендеріңізге көп рахмет. Басқа да алғыс білдірем деушілер болса, айтыңыздар, иә. Рахмет сіздерге көп.